Құрметті шөпшабар қауым, мынау PRF-145 шөп рулондайтын, өткенде бұзылып қалған. Бұзылғанда қалай? Мынау транспортерный лента бүйтіп айналып келеді да, шайнасып қалады, секрет қайта айналады, шайнасып қалады, секрет қайта айналады. Сөйтіп причинасын таппай қойдым. Ойладым. Мына жерде бір вал болады, мына ішінде бір вал болады, соның подшипниктері ме деп. Мына жағын ашып қарасам, мына жағында екеу, әр жағында екеу, 4 подшипник болады. Мына жағында бір подшипниктің ал шарик түсіп қапты. Далада мынаны ауыстырдық. Одан болмады. Мынаны 4-еуінде ауыстырып шықтық. Сосын кейін мынаны бұздым. Ой, мынаны бұзған кезде концерт қойды. Мынаны горелка автогонмен қыздырдық та, съемникпен әзер дегенде жылып алдық мына жөзішкен. Сосын мынау вал әрі қарай шығады толығымен. Бұның да подшипниктерін ауыстырып шықтық, екі жағында жаңа. Одан болмады. Енді транспортерный лента екі адам үстінен қолмен оңай айналдырып тұр. Оны мына звездочкасын алып тастасам, мынау транспортерный лентаны көбі. Мына екі адам қолмен оңай айналдырып тұр. Сөйтіп, не причина деп қарасам, мынаның ішінде мынаған кеткен вал болады. Ол вал, мынау цеп транспортердің арасында қатты бірдеме тұрып қалған кезде, бүйтіп секіріп кететін қызмет атқарады. Сол жері желініп біткен. Причина осы жерден болды. Міне енді қараңыздар. Мынау жаңасы, мынау осылай болу керек. Міне қараңыздар. Мынау ескісі. Міне. Мынау былай салыстырайық. Міне көрдіңіздер ғой. Мына жердегі темір сынып кеткен. Мына жағы да бычыт болған. Сосын кейін мынау екінші жағы міне мынандай қалды. Мынандай қалды міне. Бұл да осындай болу керек. Сондықтан да себеп мынадан болып шықты. Енді екі жағына жаңасын алып келдім. Міне. Әр жақта тұр жаңасы. Қазір орнатам. Мына жерде подшипник болады. Болды. Мынаны 3 болтпен корпустан ағытып аласыздар. Мына жерден. Сосын оны артқа ұрса, мына подшипник шығады. Мына подшипник мынаның ішіне кіріп тұрады. Осылай. Сол. Бұның жіп орайтын системасын тағы бір минусы бар. Ол мына темір бар ғой. Мына жіптен желініп ойылып қалды. Былтыр мен сваркамен үстінен құйып, екеумен қайтардан болгаркамен егеумен түзеген едім. Енді бүгін мынандай қылып жасадым. Міне. Мынаның ішіне мынандай кішкентай подшипникті алып, екіге бөліп, подшипниктің ішкі обоймасын бар ғой. Ішкі обоймасын мынаған кигізіп, былайынан жан-жағын сваркамен құйып тастадым. Мынаның ортасында подшипниктің обоймасы тұрған. Подшипниктің обоймасы мықты болады ғой, және де гладкий болады. Одан жіп былай оңай жүретін болады. Жеңіл сырғанайды, үзбейді. Мүмкін біреуге пайдасы тиіп қалар.